10-шы есеп. Есептеңіз. Біз мұнда сатылы бөлшектерді көріп тұрмыз. Бұл есепті шығару үшін біз алымымен жұмыс жасап алайық. Алымында 17 көбейтілген 12, азайтылған 17 көбейтілген 9, бірінші амал деп қоя салайық, бөлінген 3, азайтылған 3,6. Бұны шығару үшін ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарайық. Алымындағы 17-ні жақшаның сыртына шығарсақ, 12 азайтылған 9, бөлінген 3, азайтылған 3,6. Алымында 17 көбейтілген 12 азайтылған 9, 3, бөлімінде 3, азайтылған 3,6. Бұл тең болады. Алымындағы 3 пен бөліміндегі 3-ті қысқартамыз, сонда 17 азайтылған 3,6. Ол 13,4-ке тең болады. Енді бөлімімен бірге жазайық. Екінші амал. Минус, алымында бізде 13,4 шықты. Бөлімінде 6,7, азайтамыз, минус 1,5. 13,4 пен 6,7, 6,7-ге қысқарады. Немесе 13,4-ті 6,7-ге бөлсек, 2 болады. Сонда минус 2, минус 1,5 тең болады минус 3,5-ке. Демек, есептің шешімі минус 3,5. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.